Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Жақында Ерген екеуміз осы Коня қаласында өткен жартылай марафонға қатыстық, 10 километр жүгірдік бірге. Сол күннен естелік болсын деп бұл видео репортажды түсірген болатынмын. Алдымен бір күн бұрын орталықтағы алаңға барып, біздің қатысушының нөмірі мен әр қатысушыға берілетін сөмкені алдық. Алаңда осындай көтеріңкі көңіл күй, балаларға әртүрлі ойындар ұйымдастырылды. Хadi göster ne varmış? Менікі, бұл Ергендікі. Мындай күшті бейсболка бар. Сосын мына жерде бір бұны не diyor koca? Bunu ne diyorlar? Havlu, ne havlusu diyorlar? Havlu. Полотенце, короче. Bunda полотенце var. Мойынға терлесең ұзынша келген, мойынға тағатын салқын болмасын деп мойынға тағып алатын. Мына жерде футболка. Меніңкі мынандай қыздарға, әйелдерге көгілдір түсті, еркектерге мынандай ақ түсті футболка береді екен. Ертең киеміз бұйырса. Солай ма? Мына жерде телефон ұстайтын, қолға телефон ұстап алып жүгірген кезде. Мынада бір информация, кажется. Ақпараттық қағаз. Мынау су үшін осындай күшті қолға ұстап аласың. Ama bu amaçı ne? Yarın koşuştuk sıra tutacağız mı? Gerekmez mi? Gerekmez değil mi? Video қолданамыз. Жолда жалпы су береді дейді, жүгіріп жатқан кезде. Осындай күшті комплект. Мына жерде мына ақпараттық қағазды оқыдық. Бұл жерде мына Собия деген организация. Осы негізінен біз қатысып жатқан осы регистрационный сбор дейді ғой, сол ақша. Бұл аутизммен аурумен ауыратын балалардың еміне жұмсалады екен. Мұнда жазған мына бүгін туылған 36 баланың біреуі аутизм рискінде туылады екен деп. Аутизм рискісімен туылады, сол үшін соларға көмек ретінде бұл регистрациялы сбор соған жұмсалады. Ал бұны барлығыны әкімшілік өз ақшасына жүгіретіндерге жаңағы бір мотивация болсын, сыйлық болсын деген ниетте алып беріп жатыр. Ал біздің сбор регистрацияны бұл балаларға беріледі. Келесі күні таңмен ертемен тұрып, осы жартылай марафонның басталатын жеріне келдік. Бұл Конядағы Мевляно күлтүр меркезі деген жерге, сол жерге келдік. Осылайша нөмірімізді тағып, киімімізді киіп, сағат 8:30-да басталатын жартылай марафонға біз 7-де келіп алдық. Баламды бірінші рет әжесімен атасына тастап кеттім, сондай ұзақ уақытқа. Қасымызда біздің жаңағы Ергеннің тәтесінің, яғни біздің атамыздың туған ағасының баласы ауылдан келді қатысу үшін бұл жартылай марафонға. Біз үшеуміз бірге жүгірдік. Жаңа ғана жүгіріп келіп жатырмыз. Күшті болып 10 километр жүгірдік. Результатымыз енді тоқтамай жүгірсек те, бірақ жай жүгірдік. Сол үшін де где-то 1 сағат 16 минутта. Бірақ енді профессионалды жүгіретіндер енді күшті жүгірді. Қазір әлі келіп жатыр, 21 километрді жүгіріп жатыр. Кісілер өте көп. Демімізді енді басып жатырмыз, су ішіп. Ayağın biri çıp okumuştur orada değil mi? Hızlığa götürsün mü ki?
осы алаңда Коня қаласының әкімшілігінің ұйымдастыруымен барлығына ыстық тағам, яғни макароны және де одан бөлек міне банан, сок және де сэндвич тегін берілді. Барлығы қалталарынан ақша шығармаса да қарындарын тойдырды десек болады. Мінекей марапаттау рәсімі басталып жатыр. Айта кететін жайт, бұл жартылай марафонға басқа елдерден, Түркияның жалпы басқа қалаларынан да келіп қатысқандар өте көп болды. Міне көріп отырғандарыңыздай, оң жақтағы осы африкалық азамат. Бұл азамат осы жарыста бірінші орын алды, 21 километрде еркектер арасында. Және де 40 мың лира жаңағы өзінің ұтыс жүлдесі, шамамен біздің теңгеге шаққанда 700 мың теңгенің көлемінде сый-сияпат aldı. Tüm iyilikleri bizlerle buluşturduğunu biliyoruz ve çok güzel bir örneğini bugün bize yaşattı iki kardeşimiz. Ve 10K kazananı Gamze Bulut Duvar'ın ödülünü şimdi kendisine takdim edeceğiz. Maşallah. Sobe Vakfı Başkanımız Mustafa Ak, Gamze Bulut Duvar'ın ödülünü takdim ediyor. Olarak çocuklarımızı teslim edelim. Müziğimizi biraz kısalım. Sesimizi birazcık azaltmada. Kadınlarda Uluslararası Konya Yarım Maratonu'nda Bahar Atalay 30.000, Derya Konur 35.000, İvne Çerit Olagatsa 40.000 Türk Lirası değerindeki hediye çeklerinin sahibi oluyor. Sayın Vekilimiz Mehmet Baykan'a da çok teşekkür ediyoruz ödül takdimini gerçekleştirdiği için. Değerli sporcularımızla sporcu bilgilendirme çalışmalarını bizlere yaşatan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'ı davet ediyoruz. Spor Konya'nın kırmızı renkli forması iyiliğe koşuyoruz sloganıyla gerçekten bu yıla damgasını vurdu. Sevgili spor severler ve işte 3. olan sporcumuz Ayetullah Aslanan Sayın Altay'ın elinden 30.000 Türk Lirası değerindeki hediye çekini ve kupasını alıyor. Ve 2. olan sporcumuz Chariot 35.000 Türk Lirası değerindeki hediye çeki ve kupasını alıyor. Ve şampiyon sporcumuz 1.03.32 ile Franklin Ketanyen Gelel 40.000 Türk Lirası değerindeki hediye çekini ve kupasını Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'ın elinden alıyor. Müthiş bir gurur tablosu. Осы жартылай марафонға қатыса отырып, керемет бір сезімге бөлендік. Өйткені бұл тек қана физикалық тұрғыда емес, сонымен қатар менталдық тұрғыда өзін сынау, өзіңнің күшіңді көру, шыдамдылығыңды тексеру, соның барлығы тәртіпке келу дегендей. Сонымен достар, егер видеом ұнаған болса, лайктарыңызды қоя кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.